тойға шақырту қағазын мына жерге қалдырып кетем. Айтпақшы, танысып қой, менің болашақ күйеуім. Сенің өтірік әйелің қайда? Сен бердік. Мен онымен бақытты болғым келіп, бола алмадым. Саған қарағанда, ол намного романтичнее. Ол маған жақын арада машина алып берейін деп жатыр. Біз бақытты өмір сүреміз, ал сен жалғыздықта өлесің. Мен үйленем, сосын үйлену тойына барам да неке куәлігімді бетке лақтырам. Welcome to Vietnam. Сендер әйел сатып алуға келдіңдер ма? Мынау ғана? Тоқта, сен Қазақстаннан Вьетнамға кімге керексің деген сөз үшін әйел алуға келдің ба? Маған айтшы, маған андай қалыңдық керек. Қазақстанда бәрі қызық қарайды. Беташарда тек ақша емес, доллар алтын тастайтындай ше. Мен еще оның фамилиясын алуым керек па? Онда мақұл сұрайық. Біз жақында ғана таныстық. Осы аз уақыттың ішінде көп нәрсені бастан өткіздік. Барлық үшін рахмет. Все, ұнадым. Күйеуге шығам дейді. Жаным. Бірақ бір шарты бар. Ол өзінің сүйікті жануарынсыз ешқайда бармайым дейді. Проблема жоқ. Есінше сабы алып кетеміз. Мысық байытпа, қарамайым. Ақша жетер. Мына самолетке сыймайды да ғой. Утиль сборының өзі қымбат шығады ғой, мынаған білесің ба?